Қыздар, сіздер маған шығып атсыздар, жаман ойлар, үрейден қорқам, банағы бір жерден қорқып қалды ма, бір жерден бүйтіп қалды ма, үйтіп қалды ма, сондайлардан шығып атасыздар, қорқыныш, үрей бар деп. Ұйықтай алмай қалды, сондай түнмен ұйықтамайды деп шығып атасыздар. Енді қараңыздар, бірдеңкеден қорқып қалды ма, барып оқытамыз ба, үйтеміз бүйтеміз деп шығады. Бармаңыздаршы, пожалуйста. Тәуіп, балгер, балшы, банағы бақсы, мен бақсысына да бармын ғой, секілдеп ойнайтын, барабан бақылдап бүйтіп ойнақтап жүретін бақсыларына да бардым ғой. Жердің астында қазып, жердің астында комната істеп алған, сол жерде бақсылар ойнақтайды, соған да қатыстым ғой. Молдаларға бармаңыздар, жын шығарам деген. Мен солардың кесірлерінен, олардың жындарын үйіп-төгіп өзіме алып алады екен ғой, оказывается. Менде галлюцинация пайда болды ғой, галлюцинация, елес көзіме, елес. Солардың кесірлерінен мен барып психбольницаға барып жатып алдым. Мынау ол кезде свет өшіріп жататын едім ғой түнде ше. Кейін свет өшірмей жататын болдым ғой, қорыққаннан. Далада ана столбаларда светтер болады ғой, солар светтің жарығы дуалға түссе бар ғой, маған қара дәу адам көрінетін тұғын ғой. Менше кешке қарай, ана бізде подъезде свет жоқ, подъезде кешке қарай кіріп келе жатам ба, алдыма тұрып қалады ғой, алдыма тұратын, андай елес тұратын болды. Балдарымды сабаққа жібермейтін, кейін светті жағып жататын болдым, сөйтіп ұйықтайтын болдым. Балдарым, өшірші мама, ұйықтай алмадым, светті өшірші десе, басқа бөлмеге кіріп алам да, светті жағам да, кухняға кіріп жататын болдым ғой. Сөйтіп светті жағып қоям, көрпенің астында жатам. Кәдімгідей дуалға қара дәу адам көрінді ма? Балдарым күндіз де кейін көріне бастады ғой маған. Балдарым сабаққа кетіп қала ма? Қасымда тұрады ғой, қасымда тұрады. Балдарым сабақтан келгенше көрпенің астына, көрпені алып шықпаймын ғой. Туалетке жүгіріп барып келемін, қайтадан туалеттің ішіне кіріп кетемін. Көрпенің ішіне кіріп кетемін ғой. Туалетте ше, туалетке кіріп, қолымды ма бірдеңені банағы шайып, кранды ашып су ағыздырып жатсам, қасымда тұрады ғой. Жарқ етіп бір қараймын ғой, жоқ болып кетеді. Көзімді бүйтіп көрпені ашып бүйтіп жатсам, бетімнің алдында тұрады ғой. Сол қорқыныштан мен қорқып психбольницаға жатқаным да сол. Анау дәу қара адам кәдімгідей қылқындырады мені ше. Бетіме